люля кебаб әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге фарш қажет, және де пияз қажет. Біз оны ручной блендермен ұсақтатып алдық. Сіз оны кәдімгі блендермен ұсақтатсаңыз болады, немесе пышақпен өте қатты ұсақ етіп турасаңыз болады. Енді барлығын біз үлкен ыдысымызға салып араластырамыз. Мінекей екеуін де салып алдық. Енді дәміне қарата қара бұрыш, және де тұз салатын боламыз. Енді жақсылап барлығын араластырамыз. Енді бізге мынандай ағаш шпажкалар қажет. Өзіңізге қажет размерді алсаңыз болады. Бірінші қолмен былайынан жұқа котлет жасап аламыз. Енді бұны шпажкамызға кіргіземіз. Және де жіңішкелетеміз. Мінекей дәл осылай барлық фаршымызды шпажкаға кіргізіп аламыз. Духовкамызда пісіретін боламыз. Мінекей біздің шашлықтарымыз өте керемет қуырылып жатыр. Қызанақпен, аскөкпен біз әсемдедік. Өстіп әдемілеп дастарханға ұсынатын боламыз. Сіз өз қалауыңызша ұсынсаңыз болады. Енді люля кебаптарымызды осылай салып, бетін жауып дастарханға ұсынатын боламыз. Әр адамға жеке-жеке осылай ұсынамыз. Әлі ыстық, сондай буы шығады.